Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұрыннан менің каналыма тіркелген жандар болса біледі, біз үй соғып жатырмыз. Соның мынау лестницасын және де екінші қабатын өріп бітті. Қазіргі күнде олар крышаны жауып бастап жатыр. Менен кішігірім кеңес болсын. Егер екі этаж үй соққыңыз келсе, ең бірінші лестницаның размерін ыңғайлап реттеп алыңыздар. Үй соғып болғаннан кейін өте қиынға түседі екен. Ал екінші қабаттың планировкасын сіздерге көрсетейін. Мынау менің екі үлкен қызымның бөлмесі. Ал одан шыққаннан кейін мынау жолдасым екеуміздің жатын бөлмеміз. Ең үлкен жатын бөлмені жолдасым екеумізге деп алып алдым өзім. Құдай қаласа. Мынау төбеден крышаның ағаштан тастағаннан кейін бөлмелер кең болып көрінеді екен. Ал мынау кішкентай екі қыздың бөлмесі. Жазира мен Еркеназдікі. Өздеріміз, біздікі деп. Ал бізде общий гардероб болады. Мынау қабырғасы әлі өріледі. Ал мынау жуынатын бөлме болады. Мен ойлап тұрмын, кір жуатын машинканы осы екінші этажға қойып, бірінші этажда ештеме болмайтын шығар деп. Ал мынау бізде балкон. Балконда осында кішігірім бөлме бар. Бұл бөлмеде қыздардың сабақ оқитын, компьютер тұратын бөлмесі болады деп ойлаймын. Ал мынау бізде ортада холл, үлкен, кең холл. Лестница деген өте ыңғайлы болған. Кейбір үйлерге барған кезде тік болып тұрады ғой, жоқ, бізде ыңғайлы, әдемі шыққан. Бірақ жолдасым біраз күн осы лестницамен жүрді. Біз енді биыл тек крышасын жауып қана қоямыз. Қазір сабақ та басталды. Мынау стройка бар. Сабақ, стройка, үйдің тірліктерімен осылайынан жүрміз. Ал мынау менің залым, қонақ бөлмем. Осы үйдегі ең күшті шыққан осы проектісі. Осы жердің проектісі маған қатты ұнады. Өте кең, әңгіме айтуға да, қонақ күткенге де, ойнағанға да. Ертең қыздарым тығылмашақ ойнаса да өте кең. Ал мынау менің енді кухням күйеуіме кішкене тағы болып қалды деп айтып жатырмын. Бірақ енді мына жерден терраса болады, сонымен білінбей кететін шығар деп отырмын. Арамызда үй соққан жандар болатын болса, соғып жатқан жандар болатын болса, керек кеңестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.